Елорда бұл Гарсия Лорканың үлкен классика шығармасы, әлемдік деңгейдегі шығарма болғаннан кейін бұндай ауқымды рөлді ойнаудың өзі үлкен әрине бақыт, және бұл алла қаласа үлкен шетелдік көрермендерге де ұсынамыз деген ойдамын. Мартирио соңында өзінің сіңлісін өлтіріп тыңғандығы ең жақсы көретін сіңлімді өлтіремін. Қазір егер көріп жатсаңыздар, бұл өзінің сүйгеніне қосылмай, сіңлісінің сүйгенін көре алмай кемсіткен Мартирио соңында ауру болып өледі. Әрине оңай емес, қиынырақ психологиялық, физикалық тұрғыда, бірақ ең страстный дейді ғой, ең қызуқанды, ең от, ең жанып тұрған бұл Мартирио рөлі. Мен Золотая маска иегері Сергей Потаповтың үлкен әлемдік деңгейдегі режиссердің қолында осындай Мартирио рөлі шыққаны мен үшін үлкен бақыт. Бұл рөлді халық сүйетіндей, халық сенетіндей кең жүрекпен әдемі образ жасауға тырысамын деген үміттемін.